Сәлем достар, бүгін өте дәмді құймақ жасаймыз. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші 2 жұмыртқаны жарып, әдемелеп венчикпен қозғап аламыз. Бұлардың құрамдары менің описание каналыма жазылып тұр. Жұмыртқаны әдемелеп қозғап, оның үстіне 3 қасық шекер саламыз. Оны да жақсылап қозғаймыз. Құмшекерді өздерің қалауынша саласыздар. Маған 3 қасық болады, өздеріңіз 4 қасық салсаңыз да болады. Онда да бөліп саламыз. Барлығын бірге салуға болмайды. Жақсылап венчикпен қозғап аламыз. Жылы сүтімізді құямыз. Жылы сүтті де бөліп құямыз. Онды тағы салып, жақсылап араластырып, енді сүтімізді құямыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін, оның үстіне 3 қасық майымызды құямыз. Жақсылап араластырып, енді жылы сүтімізде бірге емес, барлығын бөліп құйып отырамыз. Біздің тестамыз дайын болды. Енді тапамызды ысытып, үстіне тестамызды құямыз. Міне осылай қыздар, менің құймағым да дайын болды. Өте әдемі, жұқа, дәмді болды. Оның ішіне өздеріңіздің қалағандарыңыз салады. Мен бүгін оған өте дәмді сүзбе салдым.